Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай өте керемет, өте дәмді кафелердікіндей дәмі ерекше болып шығатын наггетс дайындайтын боламыз. Менің арнамнан осындай керемет рецепттерді табасыздар. Жіберіп алмас үшін міндетті түрде подписаться кнопкасын басып қойыңыздар. Наггетсыларды дайындау үшін ең алдымен біз тауықтың төс етін алып 1 сантиметрдей қалыңдықта осындай етіп кусочектар қылып турап аламыз. Барлығын бірдей бір қалыңдықта турап аласыздар. Кейін турап алған осы тауық етіне біз суымызды құямыз, және де татымына қарай тұзымызды, бұрышымызды, бұрышта бізде 2 шай қасық қосамыз. Ащы жақсы көрмейтіндер біреу қоссаңыздар жеткілікті. Ащы бұрышта да дәл солай. Және де 1 қасықтай паприка қосып, барлығын араластырып, холодильникке маринадтауға 2 сағатқа қойып қоясыздар. 2 сағаттан түнгіге қойып қойсаңыздар да болады. Өте керемет маринадталып шығады. Ұзағырақ болса тіпті жақсы. Кейін маринадтап алғаннан кейін біз қууға барлық нелерін дайындайтын боламыз. Ең алдымен біз ұнымызға тұзымызды және де аздаған паприкамызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Және де бір ыдысымызға жеке панировочный сухари дейді, сондай дайындап аласыздар. Арнайы дүкендерде сатылады. Келесі біз ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз. Бізге 3 жұмыртқа қажет болады. Және оған аздаған шым-шым тұзымызды қосып, жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Барлығы біркелкі масса пайда болғанша. Және де осы үшеуінен біз қазір кезек-кезек салып наггетсыларымызды дайындайтын боламыз. Ең алдымен наггетсымызды біз алып суын төгіп алсаңыздар да болады. Суын алмай қойып қойсаңыздар да болады, тұра береді. Суынан алып, осылай ең бірінші ұнымызға аунатып аламыз, кішкене сілкіп, сосын кейін жұмыртқамызға, кейін жаңағы панировочный сухаримызға аунатып аламыз барлығын. Осындай күйінде барлықтарын аунатып шығасыздар, алдын ала дайындап аласыздар, бір 10 шақты данасын. Кейін оны майға қуырып аласыздар. Майға қызып тұрған қатты майға қуырасыздар, өйткені қатты қызбаса ол барлық майды сіңіріп, қытырлақ болып шықпауы мүмкін сыртта. Сондықтан да қатты қызып тұрған майға 2 жағынан қызарғанша жақсылап тұрып қуырып аласыздар. 2 жағы қызарғанша жақсылап қуырасыздар. Осындай болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, өте керемет. Сіздермен бірге болған Жансая. Егер видео ұнаса, лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.